Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге виноградтан жасалатын компотты көрсететін боламын. Бұл бізде кәдімгі домашний виноград. Соларды мен күз кезінде осылайынан алып, барлығын жақсылап отырып жуып аламын да, морозильникке қатырып қоямын. Содан кейін бұны қыс кезінде осындай компот жасап, кез келген уақытта іше беруіңізге болады. Міне көріп тұрғандай виноградтардың барлығын жуып тазалап алдым. Бұл өте дәмді, бұл виноградтар көп болғандықтан мен осылай қатырып қоямын. Міне кәдімгі салафанға саламын осылайынан. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыз, қоңырауша белгіні басыңыз, осы видеоға лайк қойыңыз, астына комментарий жазуға болады. Достарыңызбен, подружкаларыңызбен осы видеоны бөлісуге болады, ссылкасын жіберу арқылы. Міне көріп тұрғандарыңыздай салафанға осылайынан бөліп алып, барлығын морозильникке қатырып қоямын. Сосын керек кезде алып, мен компот жасай беретін боламын. Міне енді компот жасауды көрсетемін. Ол үшін қайнап тұрған суға жәнегі виноградымызды қосып, үстіне дәміне қарай қант қосамыз. Дәмі өте ерекше шығады виноградтың компоты. Түсі де міне көріп тұрғандарыңыздай біздің виноградтың компоты уже дайын. Виноградымызды қосқаннан кейін бір 30 минутта қайнатып аласыздар. Міне компотымыз дайын. Сіз де осылай жасап көріңіз. Сосын міндетті түрде комментарийда бөлісіңіз.